Саламатсыздар ма? Бүгін 13 қазан Қадыр Мырза Әли атындағы жалпы орта мектебінде бастауыш сынып аралығындағы педагог шеберлігі озық идея атты семинар өткізілген деп жатыр. Біз Серпін пресс-клуб мүшесі өзінің жұмысын бастадық. Мен жүргізуші Сатуова Ақерке. Саламатсыз, сіз қай мектептен келдіңіз және аты жөніңіз кім? Мен Шортанбай жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Изгиреева Шырқұла Санатқызы. Осы семинарға келу мақсатыңыз қандай? Осы семинарға келу мақсатым іс тәжірибе алмасу мақсатында келгенмін. Жауабыңызға рахмет. Саламатсыз, сіз қай мектептен келіп отырсыз, аты жөніңіз кім болады? Саламатсыз ба, мен Аққу жалпы орта мектебінен келдім. Аты жөнім Нажимова Гүлфариза Жамантайқызы. Бұл семинарға келу мақсатыңыз қандай? Жаңашыл шеберлік педагогтардан керемет идея алу. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Саламатсыз, аты жөніңіз кім болады? Мен аудандық білім беру бөлімінің бастауыш сыныптар бойынша әдіскері Шайхи Битек Шапатұлы. Семинардан қандай әсер алдыңыз? Педагогикалық шеберлік озық идея деген тақырыбында аудандық білім бөлімінің жылдық жоспарына сәйкес осындай семинар әдістемелік тапсырылған болатын. Қадыр Мырза Әли атындағы жалпы орта мектебінің бастауыш сынып ұжымына бірлестігіне бүгін соның куәсі болып отырмыз. Ауданымыздың мектептерінен бастауыш сынып мұғалімдер қатысып, бүгінгі жақсы идеялар, сабақтар болып жатқан әдіс тәсілдер төңірегінде көптеген ой бөлісіп, іс тәжірибелер алаңында, мұғалімдердің шығармашылық алаңында көптеген жұмыстармен, осы мектептің мұғалімдерінің жұмыстарымен танысып, енді ой бөлісеміз қазір. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Саламатсыз, есіміңіз кім болады? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Шынаргүл Өмірболатқызы. Мен Ғабит Мүсірев мектебінен келіп тұрмын, бастауыш мұғалімі болам. Бүгін осы Қадыр Мырза Әли мектебіндегі жаңағы семинарға келіп жатырмыз. Өте тамаша. 3-ші сынып бастауыш сынып сабағынан, жаратылыстану ашық сабағынан шығып жатырмыз. Сабақ өте жақсы деңгейде, жоғарғы деңгейде, өте тамаша өтті. Барлық жұмыс қамтылды, барлық оқушылардың барлығы тапсырмамен қамтылды, өте күшті. Жақсы көңіл күймен, жақсы әсермен шығып тұрмын. Өзіме көп инсайттар алынды. Барлық келген әріптестерім де сондай инсайттармен өздеріне бір қоржындарына бір керекті нәрселерін, ойларын алып деп ойлаймын. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Сәлеметсіз бе, апай? Бүгін біздің жас ғалым бағдарламасы өткізілді. Енді біздің жас ғалым бағдарламасынан сіз қандай әсер алғаныңызды айтып кетсеңіз. Сәлеметсіз бе? Енді бүгін сіздердің осындай жас ғалымдардың өткізген семинарынан үлкен жаңағы зерттеулеріңізден үлкен өзімізге бір қалай деп айтсам болады, бір керемет бір көрініс алып отырмыз. Сіздердің шеберліктеріңізге таң қалып отырмыз. Екіншіден осындай сіздерді тәрбиелеп жатқан ұстаздарыңыздың, үйретіп жатқан ұстаздарыңызға алғыс білдіреміз. Өте керемет мына қазіргі бастауыш буындарының осындай сіздер сияқты өз көзбен көріп, қолмен ұстап, барлығын дәлелдеуі, ол сіздердің өздеріңіздің де болашақтарыңызға өте қажет. Өте керемет сезімдемін. Сіздерге сәттілік тілеймін, ұстаздарыңызға да сәттілік тілеймін. Бүгін сіз осы біздің жас ғалым бағдарламасына қандай әсер алғаныңыз туралы айтып кетсеңіз. Рахмет сізге сұрағыңызға. Бүгінгі мынау жас ғалымдардың кішкентай біздің мынау болашағымызды құрып отыратын жас ғалымдардың жұмыстарын көріп өте тамаша көңіл күйде отырмын. Сіздердің мынау көп кішкентай жұмыстарыңыз бұл үлкен біздің әлемді қазіргі 21 ғасырдағы балаларымыздың жұмыстарының жаңағы нақты көрінетініне мен сенімдімін. Бұл жерде үлкен жұмыстардың шығаратынына, бұл жалпы зерттеу әлемі ол саналады. Жаратылыстану пәнінің өзінің бір басқа пәндерге қарағанда бір ерекшелігі, өзіне тән қасиеттері бар. Бүгінгі мына көп кішкентай бүлдіршіндердің қолдарына алып отырғанда магнитпенен оның жаңағы тартылыс күші, оның жаңағы қасиеттері көлемі жағынан, жан-жағынан өте тамаша айттыңыздар, түсіндірдіңіздер. Тамаша болып отырдым өзім. Рахмет айтам сіздерге. Осындай шәкірт тәрбиелеуден шаршамаңыздар. Әріптестер, үлкен рахмет. Сонымен біздің бүгінгі семинарымыз өз мәресіне жетті. Ендігі кезекте сөзді бастауыш бірлестігінің жетекшісі Ұлжан Махамбетқызына береміз. Бүгінгі аудандық білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен өткен бүгінгі семинарымыз өте жоғарғы деңгейде өтті.
жаңағы бағдарламаға сәйкес барлық шаралар өз дәрежесіне жетіп жоғарғы деңгейде деп бағаланды.